Армысыздар, мен номер 63 орта мектептің 7 сынып оқушысы Шілдебай Жәния. Фариза Оңғарсынованың 85 жыл толуына орай поэзия падишасы атты байқауда бағымды сынамақшымын. Фариза Оңғарсынова қазақ әдебиетінің өкілі, қоғам қайраткері, сонымен қатар рухани және философиялық мәселелерді қозғаған ақын. Мен үшін Фариза Оңғарсынованың шығармашылығы әйелдер бейнесін суреттеумен ерекшеленеді. Оның өлеңдерінің өзегінде өткірлік пен құдіретті күштің жататыны бекер болмаса керек. Ол еліміздің батысындағы Атырау облысының Манаш ауылында дүниеге келген. Хат таныған кезінен ақ жерлесі, әйгілі Махамбет ақынның отты жырларын оқып, туған өлкесінің қиын қыстау тарихымен танысып өсті. Ата-бабасының қарыс қадам жер үшін, келер ұрпағының қамы үшін отарлаушы империяға қарсы алысып өткен ерлігін ұғынды. Мен Фариза Оңғарсынованың көптеген кітаптарын оқыдым. Осы кітаптар аралығында Шілде және Ғибратты ғұмыр атты кітаптары маған өте ерекше әсер етті. Себебі осы екі кітап арқылы менің табиғатқа деген сүйіспеншілігім артты. Ғибратты ғұмыр атты кітабында ақын өзінің өмір жолы, қоғамға қосқан үлесі, әдебиетке, шығармашылыққа келуі жайлы. Ал Шілде атты кітабында ақын өзінің туған жерін, анасына деген сүйіспеншілігін, ұстазына деген махаббатын және өзінің туған жеріне деген сыйластығын айтқан. Фариза Оңғарсынова, шәкірт сөзі. Барайды ғұмыр ағып, сан алаудың бір өшіп, бірі жанып, бірақ менің әлемде, көңілімде сен шырақсың, мәңгілік нұры жарық көз алдымда. Құйып жанға өшпейтін бір жалыңды, отырушең айта алмас сырларымды. Айтқызбай-ақ көзімнен ығып алып, болмысың, тұлғаң, арың. Ашты маған дүниенің сырлар алың, бұралаң жол құздарың, жылғаларың. Сен анасың, мәңгілік құлағымнан кетпейтін құндағаның. Өмірдің өткелдерінен қиындық көп көргеніммен, өртеніп от басқаныммен, өзіңмен қоштаспадыммен, күлкімді, жайлы күнімді, азапты қайғы мұңымды өзіммен бөліскенің үшін, қатеммен жеңістерім үшін, менің мынау қиындау тағдырым болып, о баста көріскенің үшін, өлең мен сені аялап өтем. Бұл ақын Фариза Оңғарсынованың алтын қорда сақталған дауыстарының бірі. Фариза жан, Фариза қыз. 2014 жыл 23 қаңтар қазақ халқы үшін қаралы күн болды. Халық жазушысы, қазақ ақыны, Қазақстанның мемлекеттік сыйлығының лауреаты Фариза Оңғарсынова 74 жасында дүниеден озды. Фариза апамызды еске алып, баршаңызды бір минут үнсіздікке шақырамыз.